Депутат халық пен билік арасындағы алтын көпір. Ешкім депутат болып тумайды. Бұл оқып алатын мамандық та емес. Бұл мандат ел мүддесі үшін аянбай еңбек етіп, жауапкершілікті сезіне отырып, адал қызмет атқаратындарға өзі-ақ келеді. Халық ондай азаматтарды бірнеше үміткер ішінен үзбей танып, таңдауын жасап, дауыс береді. Армысыздар, эфирде өкілді орган мәслихат тынысынан ақпар беріп, депутаттық мандаттың қыр-сырын танытатын мәслихат хабары. Халыққа берген уәдені орындап, адал қызметімен депутаттық мандатты абыроймен алып жүрген халық қалаулыларының бірі 6-шы шақырылған облыстық мәслихат депутаты Бақдәулет Махашев. Бақдәулет Еркінбекұлы қазір біздің студиямызға келіп жайғасты. Халық қалаулысының сайлауалды бағдарламасы қалай орындалып жатыр? Депутаттық белсенділігінен бөлек кәсіпкерлік бағытындағы серпінді жобалары қалай іске асуда? Депутат мінберінде әңгіме осы төңірегінде болмақ. Ал әзірге мәслихат ақпарат айдарына кезек берсек. Облыстық қалалық мәслихаттарда жылдың алғашқы сессиясы өтті. Онда қаралған бір мәселе – сайлау комиссияларын қайта құру. Айта кетейік, аумақтық, округтік және учаскелік сайлау комиссиялары өз қызметін қоғамдық бастамаларда жүзеге асырады және оларды саяси партиялардың ұсыныстары негізінде тиісті мәслихаттар сайлайды. Әрбір саяси партия тиісті сайлау комиссиясына бір кандидатураны ұсынуға құқылы. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 26-шы сессиясында облыстық сайлау комиссиясының құрамы бекітілді. Халық қалаулылар ұсынылған кандидатураларды бір ауыздан қолдады. Облыстық сайлау комиссиясының құрамы 2014 жылы жаңартылған болатын. Өкілеттік мерзімі 5 жыл. Сондықтан жылдың алғашқы сессиясында комиссия құрамы қайта бекітілді. Сессияда уақытша комиссия төрағасы депутат Байдулла Тілеп комиссияның жаңа құрамымен таныстырды. Айта кетейік, аумақтық сайлау комиссиялары 7 мүшеден тұрады құрамда құрылады. Әрбір саяси партия сайлау комиссиясына бір үміткер ұсынуға құқылы. Сессия отырысында мәселе жан-жақты зерделеніп, кандидаттар ашық дауыс беру арқылы сайланды. Олар Нұр Отан партиясынан Әділбек Ерсұлтанов, Ауыл халықтық демократиялық партиясынан Абайбек Жүнісов, Қазақстан коммунистік халық партиясынан Аягөз Сырлыбаева, Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясынан Қожамжар Наурызбаев, Бірлік саяси партиясынан Бағдат Бердәулетов, облыстық азаматтық альянсы қауымдастығынан Мұрат Балабаев және мәртебелі Қазақстан қоғамдық қорынан Әнуарбек Дармағанбетов. Облыстық сайлау комиссиясының құрамына 7 орынға 5 партиядан бір-бірден 5 кандидатура ұсынылды. Партиялар Нұр Отан партиясы, Ауыл халықтық демократиялық партиясы, Қазақстан коммунистік халық партиясы, Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясы және Бірлік партиясы. Ал қоғамдық бірлестіктерден бір-бірден 3 кандидатура ұсынылды. Қызылорда облыстық азаматтық альянсы қауымдастығы, мәртебелі Қазақстан қоғамдық қоры және Сыр мейірімі қоғамдық әлеуметтік қоры. Алайда Сыр мейірімі қоғамдық әлеуметтік қоры 2018 жылғы 25 желтоқсандағы шығыс нөмірі 12-де 11 санды хатымен ұсынылған кандидатурасын қараусыз кері қайтаруды сұрады. Осыған байланысты қалған 7 кандидаттың әрқайсысының сотты болмағандығы туралы және наркологиялық психикалық денсаулық орталықтарында арнайы есепте тұрмайтындығы жөнінде тиісті анықтамалар алынды. Қалалық мәслихаттың кезектен тыс 35-ші сессиясында да осы мәселе қаралды. Қызылорда қаласындағы барлық деңгейдегі сайлау комиссияларының мүшелері сайланды. Жалпы қалада 114 сайлау комиссиясы жұмыс істесе, оның біреуі қалалық аумақтық, ал 113-ші учаскелік сайлау комиссиясы. Сәйкесінше оларда 5 саяси партия мен 6 қоғамдық бірлестікпен 960 адам мүшелікте. Тағы бір айта кетерлігі, сайлау комиссияларының 21-і жабық түрде жұмыс істейді. Сайлау комиссиясындағылардың ең үлкені 65 жаста, ең кішісі 20-да. Олардың құрамында мемлекеттік кәсіпорындар, коммерциялық ұйым қызметкерлері, дәрігерлер мен ұстаздар, студенттер мен жұмыссыз жандар да бар. 2018 жылдың желтоқсан айында барлық деңгейдегі сайлау комиссияларының мүшелігіне 5 саяси партия және 6 қоғамдық бірлестіктерден ұсыныстар келіп түсті. Атап айтқанда, Нұр Отан партиясы 114 кандидат, Ақжол демократиялық партиясы 114 кандидат, Ауыл халық демократиялық патриоттық партиясы 114 кандидат, Бірлік партиясы 114 кандидат,
ауған соғысының ардагерлері мен мүгедектері кеңесі қоғамдық бірлестігі 94 кандидат, Ару ана қоғамдық бірлестігі 94 кандидат, Самұрық қоғамдық қоры 63 кандидат, Мәртебелі Қазақстан қоғамдық қоры 63 кандидат, Ұшқыр жебе қоғамдық қоры 38 кандидат, Невада Семей қоғамдық бірлестігі 38 кандидат ұсынды. Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Конституциялық заңы 17 бабының 1 тармағына сәйкес 5 мүшеден тұратын 20, 7 мүшеден тұратын 30, 9 мүшеден тұратын 25, 11 мүшеден тұратын 38 учаскелік сайлау комиссиялары және 7 мүшеден тұратын бір аумақтық сайлау комиссиясы бар. Бақдәулет Еркінбекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы әңгімемізді осы өзіңіздің еңбек жолыңыздан мынау депутаттық мандатқа қалай келдіңіз, сол жайында бастасақ. Депутатқа осы көп жылғы еңбегіміздің арқасында келдік деп айтуға болады. Еш уақытта біз осы бір жаңағы депутат болайық, жол болмаса халықтың алдына шығайық деген мақсат болған жоқ. Барлығымызда сонау 90 жылы елімізде егемендік алып, жалпы халық өзінің жаңа кәсіпке, басқа тіршілікке айналысқан кезінде сол кезде көптің бірі болып мен де осы кәсіппен айналысуды бастадым. Соның арқасында осы мына 2017 жылы 21 жыл осы кәсіптің жеке кәсіпкер болып бастап, одан жаңағы жауапкершілігі шектеулі серіктестік үлкен ұжым ашып, сол халықпен жұмыс істеудің арқасында осы 2015 жылы мынау облыстың бүкіл басшыларының қолдауымен және де осы 21-ші Ғани Мұратбаев сайлау округінен сондай ұсыныс түсіп, халықтың сайлауға қатысып, содан депутат болып сайландым. Жалпы өзіңіздің еңбек жолыңыз қай жылдан басталды, қандай мамандықты алдыңыз? Негізі менің мамандығым 81 жылдардан бастап біз осы құрылысшы гидротехник мамандықтан бастадық. Одан әскери борышымыз өтіп келдік. Әскери борышымыз өтіп келгеннен кейін ішкі істер саласында жұмыс істеп, онда ары қарап оқуымызды жалғастырып, Ресейде жоғарғы оқу орнын бітіріп келіп, 2094 жылға дейін сол ішкі істер саласында жұмыс жасадық. Содан бері қарап ұжымна жалпы еліміздегі болып жатқан жаңалықтарға әр уақытта өзі жалпы мен жаңалықтар болған жағдайда жақын жүретін адам болғандықтан сол осы кәсіпкершілікке бет бұрып, сол кәсіпкершілікпен айналыстым. Жалпы депутат бұл халық пен билік арасындағы дәнекер, алтын көпір деп жатамыз. Бұл депутаттық қызмет сізге не берді? Сіз халыққа не бердіңіз? Осы сайланғаныңызға да 2,5 жыл уақыт болды. Депутаттық, жаңа өзіңіз айтып отырғандай, ол халық пен елдің ортасындағы алтын көпір деген ол шындығында рас не екен. Оны біз кезде осы 21-ші Ғани Мұратбаев округінің депутат болып сайланғаннан кейін толық оны түсіне бастадық. Енді алдында жасалған сайлау алды бағдарламамызда да басты мәселе сол халықтың мұң-мұқтажын, халықтың күнделікті тіршілігін, соның бәрін зерттеп, оны келешектегі қаламыздың өсіп өркендеуіне ары қарап билік орнына жеткізу мақсат болатын. Сол бағытта әлде жұмыс жасап келеміз. Негізі бұл ешкім өзіңіз айтып өткендей депутат болып тумайды, ол депутат болып сайланады. Сол сайланғаннан кейін халықпен бірге күнделікті оның бәрін бір-біріменен бірлесе отырып, бір-біріменен сұхбаттасы арқылы ғана оның мән-жайына, оның терең түсіне беріп келе жатырмыз. Жалпы халықпен жиі кездесіп тұруға, сайлаушыларыңызбен кездесіп тұруға уақыт табасыз ба? Мынандай қауырт кезеңде кәсіпкерлігіңіз бар. Өзіңіз айтып өттіңіз ғой жаңа 21-ші Ғани Мұратбаев сайлау округі. Бұл округ бойынша халықты қандай мәселелер толғандырады? Енді мен сайланған 20-ші Ғани учаске қаланың Бөкейхан көшесінен ары қарап жаңағы Мұстафа Шоқай көшесіменен бұрынғы жаңадан салынып жатқан Сәулет микрорайоны, Саяхат микрорайоны толық қамтылады. Сондықтан бұл сайлау округінің басқа округтерге қарағанда өзінің ерекшелігі бар. Өйткені бұл бұрыннан қалыптаспаған, жаңадан құрылып жатқан, сондықтан екінші жағынан барлығы жеке үйлерден тұрады.
жеке үйлер. Әрине ол жерлерде бұрын көшелерде әлі толық қамтылмаған, сол барлық біраз проблемалар бар. Олар да шешімін тауып жатыр. Бүгінгі таңда мысалға 2018 жылы Сәулет микрорайонының 31 көшесі толық асфальттауға дайындалып, қара жұмыстары бітіп жатыр. 2018 жылдың аяғында Саяхат микрорайонындағы көшелердің іздері шығып, ол жерге де жаңағы гравийный жолдары салынып жатыр, электр қуаттары тартылып жатыр, газ құбырлары тартылып жатыр, олардың барлығы. Әрине бұл жұмыстар уже басталды. Енді өз рет-ретімен бюджеттің қаражатына байланысты жылына биылдың өзіне қазіргі таңда бір 300 орындық мектеп жоспарланып, соның проектный сметалық документациясы дайындалып жатыр. Саяхат мөлтек ауданында, ол ауданда өздеріңіз білесіздер, мектеп жоқ, жалғыз ғана екінші мұрагер мектебі, оның бүкіл халық Сәулет екі районының мектебі бір жерде қазір шоғырланып жатқан. Қанша тұрғыны бар Саяхат? Жалпы Саяхат менің сайлау учаскемде 15 мың, 16 мыңға жақын халық тұрады. Елбасының халыққа жолдауы, үндеуі болсын, стратегиялық бағдарламалары болсын, ел дамуына бағытталып отыр. Осы тұрғыда сіз депутат ретінде, кәсіпкер ретінде осы жолдаудың мемлекет басшысының жариялаған іске асуына қандай да бір үлес қосып жүрсіз бе? Енді елбасымыз халыққа, елге жылына арнайы өзінің арнауы бар, және әртүрлі бағдарламалары бар. Оның бәрі просто әңгіме жүзінде айтылған емес, орындалу үшін арналатын дүние. Біз мысалға облыстық мәслихат депутат есебінде де, кәсіпкер есебінде, осы Қазақстан елінің азамат есебінде әр уақытта сол барлық бағдарламаларға қатысып келеміз. Оның бірі мына еліміздің жаңғырту бағдарламалары, олардың бәрі еске ұмытылған нәрселерді еске алу деген сияқты сондай көп жұмыстар атқарылып келіп жатыр. Біз кәсіпкерлікті дамыту мәселесі бойынша да енді біздің қазір еліміздің егемендік алып барлық мүмкіншілікті жасап, осы кәсіпкерліктің дамытудың арқасында біз қазір осы мүмкіншілік берілген. Ары қарап та елбасымыздың да халықтан да елден де кәсіпкерлерден сұрайтыны, өзінің әр азамат өзінің еліне, өзінің туған жеріне бір үлесін қосса, ол ары қарап біздің жалпы еліміздің өсуіне, рухани өсуіне барлығына көмегі тиеді деп ойлаймын. Осы енді кәсіпкерлік деп өзіңіз жаңа айтып өттіңіз ғой. Жалпы біздің аймағымызда жаппай кәсіпкерлікті қолдау жолы екені белгілі. Қаншама жаңа кәсіпкерлік нысандар ашылып жатыр, халық игілігіне беріліп отыр. Ал мемлекеттік бағдарламалар жаңадан кәсібін ашамын деушілерге үлкен мүмкіндік болып отыр. Осы орайда облыстың жалпы кәсіпкерлік саласы жайлы не айтар едіңіз? Көзқарасыңыз қандай? Енді өздеріңіз білесіздер, бірінші бастағанда облыс әкімі Қырымбек облысымызды кәсіпкерлік жылы деп бастады. Сол жылы бастап біздің барлықтардың халықтың да елдің де қобалжығаны бұл кәсіпкерлік бір жыл. Кәсіпкерлік деген нәрсе өз бір жылда, 2 жылда бітетін дүние емес. Ол ұзақ басталып, одан ары қарап ол аяғына тұрып жұмыс істеп кетесің. Сондықтан кешегі 3 жылға созғаны бұл халықта кәсіпкерлерге өте бір қуанышты жағдай болды. Оның арқасында білесіздер, 32 миллиард ақша енді бірден бір болмаған дүние, оның барлығы болып отыр. Ол барлық жаңағы кәсіпкерлік қолдау қорлары арқылы, мынау екінші дәрежелі банктер арқылы, мынау жаңағы кәсіпкерлердің алған несиесінің оның пайыздық қолдау арқылы, оларға жаңағы мынау бізде айтады ғой жаңағы кепілдік беру арқылы барлық жағдай жасалғаннан кейін ол енді кәсіпкерлік дамып келе жатыр. Бұл бағытта мынау біздің кәсіпкерлік басқармасы, Атамекен палатасы арқылы көптеген жұмыстар жүргізілуде. Соның бірі кешегі өздеріңіз білесіздер, менің 2018 жылы біздің үлкен кешен ашылды. Сол кешенде бүкіл осы 264 ауылдық округ болса Қызылордада, солардың барлығына осы кәсіпкерлігінің дамуына, оның қандай жеделдетілген мүмкіншіліктері, кредит, басқа да алулар, несие алуларына мүмкіндіктері бар туралы оқу жұмыстары өткізіліп жатыр. Соған мысалға менің өзімнің жеке қосқаным, сол менің ашылған кешенімде солардың бәрі келіп оқытып, солардың бәріне барлық түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мен ойлаймын, ол да менің осы мына кәсіпкерліктің дамуына, ары қарап өркендеуіне қосқан үлесім деп. Білуімізше, сіз 2002 жылы осы Жан Арай жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құрдыңыз. Осылайша өңірдің агросекторының дамуына, экономикасының өркендеуіне сүбелі үлес қосып келе жатырсыз. Сауалымызға көшпес бұрын бейнематериалға назар салсақ.
Жанарай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2002 жылы құрылды. Сол уақыттан бері агросектор саласында табысты еңбек етіп келе жатқан серіктестік үшін 2015 жыл жаңа бастамаларға толы болды. Қала іргесінен Жанарай күріш ақтау және жем зауыттары іске қосылды. Жем зауытының тәуліктік қуаттылығы 80 тонна құрама жем шығару. Өнімді ауыл шаруашылығы кооперативтері, ет, сүт бағытындағы шаруашылықтар тұтынуда. Ал күріш ақтау зауытында бүгінде жұмыс қызу. Ақталған ақ күріштің бұл сорты Камалина. Осылайша қапталған өнімдер қыздың жиған жүгіндей қоймаға жиналады. Серіктестікке тонналаған сыр салысын экспортқа жөнелту де үйреншікті үрдіске айналған. Биыл 4 жылдың көлемінде осы Жанарай жем жауапкершілігі өзінің шығарған өнімдерін облыстың халқына, одан іргелес Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан елдеріне және де Ресей мемлекетіне сатумен айналысып келеміз. Күріш ақтау заводы 150 тонналық қазіргі заманауи техникалармен жабдықталған. Жалпы кешенде қазір 150 адамның көлемінде жұмыс істеп келеді. Олар 4 жылдан бері, асылғалы бері уақытылы барлығы айлықпен қамтамасыз етіліп отыр. Серіктестік бірнеше жыл бұрын қолға алған жобаның бірі ет бағытындағы қаз бен үйрек өсіру шаруашылығы. Құны 60 миллион теңге болатын жарқын бастама бүгінде өз нәтижесін беріп отыр. Айдарлының Сорғұдық көл маңайына электр желісі тартылды. Қазіргі таңда көлді сумен толықтыру жұмыстары жүргізілуде. Ендігі меже қолда бар құс санын 20 мыңға дейін жеткізу. Агросектор саласындағы серпінді істерден бөлек серіктестік сервистік қызмет көрсету кәсібін де қолға алды. Былтыр қазан айында Жанарай кешенін іске қосты. Онда семинар, тренингтер, конференциялар өткізуге, кәсібін бастаушыларға арналған дәрістер жүргізуге залдар және заманауи оқу орталығы бар. 2018 жылғы біздің соңғы жаңалығымыз осы агронациональный кешенінің ашылуы. Бұл жалпы бұл жерде оқу орталығы, 2 конференция залы бар. Сонымен қатар 3 арнайы жабдықталған класстарымыз бар. Ол мамандардың өздерінің түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Сонымен қатар осы мына бірінші этаж қазір көріп тұрған жерімізде қонақ үй 50 адамға арналған. Бір уақытта соған қарама-қарсы ол мына асханасымен солардың обед, завтрак тамақтарын жасайтын. Сонымен қатар екінші этажымызда бізде 10 қонақ үй бар. Айрықша дизайнда жасақталған кешенде 150 және 500 орындық тойханада жұмыс жасайды. Асхана, лаунж бар, шағын банкет залда заманауи жиһаз жабдықтармен қамтылған. Бір сөзбен айтқанда, жаңа нысанда іскерлік, мерекелік, маңызды сән салтанат пен шараларды лайықты атқаруға бар мүмкіндік жасалған. Міне осыншама жұмыстың басқасында жүрсіз. Жалпы сіздің кәсіпкерлікті бастауыңызға не себеп болды? Бастамасы қалай болды? Осыған тоқталсаңыз. Сол 90 жылдары барлық жұмыстар, елдің барлығы кәсіпке айналысты. Сол 94 жылы бізде сол өзіміздің осы елде болып атқан, жан-жағымызда болып атқан жағдайды қарап көріп, бізде өзіміздің үлесімізді қосайық, осы кәсіппен айналысайық. Бұндай мүмкіншілікті әр адамның өзінің пайдалануға құқылы. Енді оның бәрі, жұрттың бәрі кәсіпке барып, ары қарап кәсіп дамып кетті деп айта алмаймын. Әрине оның ішінде өмірде барлық жағдайлар болады. Біреу кәсібі дамып атады, біреу дами алмайды. Енді ол әр адамның бойына біткен өзінің барлық іскерлігі соның арқасында шығар. Енді соның арқасында 2002 жылы біз уже жеке кәсіпкерліктен арнайы жауапкершілігі серіктестік құрып, онымен ары қарап біз енді өндіріспен айналыстырдық қой. Біз кәсіпкерлік бастадық, ары қарап өндіріске айналыстық. Өндіріс әр уақытта ол енді ары қарап только дамыта беруге керек. Соның нәтижесінде 2013 жылы саяхат Мөлтек ауданынан 10 гектар жер алып, орада өндірістік үлкен кешен салуға жұмыс жасадық. Соның аясында 2015 жылы үлкен облысымыздағы бірден бір үлкен өндіріс орнына айналды. Оны өздеріңіз білесіздер, елбасы келіп сол жерде үлкен соның жұмыс жасауына келіп, соның алғашқы қонақтарының бірі болдық деп айтуына болады. Сол ары қарап бүгінге дейін соның жалғастырып келеміз. Халқымызда еңбек ер атандырады деген пайымды пікір бар. Еңбегіңіз табысты болсын. Біздің студиямызға келіп, осылай келелі сұхбат бергеніңізге алғысымызды айтамыз. Рахмет. Депутат болу, жылт етіп көзге түсіп қалып, арзан абырой жинау немесе өз-өзіне пиар жасау емес. Бұл қалың бұқараға жан тәнімен болысу, көпті толғандырған мәселелердің шешілуіне барынша септігін тигізу.
Біз әр шығарылымызда халық қалаулыларының атқарып отырған жұмыстарын, ел аманатын жеткізуге тырысамыз. Өйткені қалың бұқара кімді таңдап, кімге сенім артып отырғанын, депутаттың сайлауалды бағдарламасының қалай іске асып жатқандығынан хабардар болуы тиіс. Еңбекке қашанда халық таразы. Келесі мәслихатта амандықта жүздескенше.